Қайырлы күн, Кентау қаласының тұрғындары. Біз кезекті баспасөз жиынын бастаймыз. Бүгін дүниежүзілік қатерлі ісік ауруларына қарсы күні. Соған орай қаланың бірқатар дәрігерлері өздеріңізбен кішкене мәлімет кеңес десек те болады, өздеріңізбен бөлісуге келіп отыр. Егер де осындай ауру көрсеткіштеріне сауалдарыңыз болса, немесе кеңес қажет болатын болса, біздің парақшаларға кіріп, пікір бөліміне қалдырсаңыздар, біз осы уақытта сіздерге жауап беретін боламыз. Ендеше бүгінгі спикерлермен таныс болыңыздар. Абылкасимов Дилшат Берікұлы, Кентау қалалық емханасының бас онколог дәрігері. Акмалаева Жұлдыз Өмірзаққызы, қалалық емхананың профилактикалық бөлім меңгерушісі, маммолог дәрігер. Сонымен қатар Мұсабекова Гаухар Қайроллақызы, Кентау қалалық емхананың гинекология бөлім меңгерушісі, гинеколог дәрігер. Алдымен бүгінгі тақырып бойынша Дилшат Берікұлы сізге қойғым келіп отыр. Осы ауру көрсеткіш Кентау қаласында қай деңгейде, және сол қатерлі ісікпен ауырғандар соңғы уақытта саны көбейіп келеді ме? Оған себеп не? Және оның осындай аурудың алдын алу жолдарын айтып өтсеңіз. Саламатсыздар ма? Бұл онколог қазір дүниежүзілік үлкен ауқымды мәселе. Былайша айтқанда нақты емі де күрделі. Онымен ауырған науқас алғаш рет өзіне ондай аурумын деп сезінуде, біреуге айтуда қорқынышты болып, сонымен ұзақ уақыт өткізіп алады олар. Қазіргі таңда экология, тамақтануға байланысты бұл жылдан жылға өсіп барады саны. Қаншалықты емі, аурушаңдық жоғарылап барады оның. Қазіргі таңда оның алдын алу мақсатта емханада жылда скринингтер өткізіледі, возрасттарына сәйкес соларға жылдықты тексерулермен өткізіп, профилактикалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді онымен алдын алу жолдарын қалай сақтану керек? Оған ұшырамастан бұрын адам денсаулығына қалай көңіл бөлу керек? Не істеу қажет? Соны кішкене толығырақ, ашығырақ айтып өтсеңіз. Бұның алдын алу жылына кемінде бір рет емханаға барып тексерістен өткізіп тұру, возрасттар бойынша жылдық скринингтерден тексерілу. Жалпы осы онкологиялық ауруларда науқас емханаға көрінбес бұрын қандай да бір белгі байқалса күдіктену қажет. Сол бойынша айтыңызшы, қандай белгілер болуы мүмкін? Күдіктілері ол онкологиялық аурулар визуалды көзге көрінетін аймақта ашық жаралар немесе ісіктер пайда болуы мүмкін. Ондай бастапқы кезде кіші болғанмен, оны ерте сатысында анықталса, оның емдеу барысы да ерте болады, қысқа уақытта емделіп шығады. Ешқандай народный медицинаға кетпей емделу керек. Жақсы, рахмет. Құрметті қала тұрғындары, бүгінгі брифинг жиыны тікелей эфирде де өтіп жатқанын тағы да естеріңізге саламыз. Егер де осы бүгінгі қатерлі ісік ауруларын қарсы дүниежүзілік күрес күніне орай осы тақырып аясында баспасөз жиыны өтіп жатыр. Егер де осыған қатысты сауалдарыңыз болса, біздің әлеуметтік желі парақшасының пікір бөліміне қалдырсаңыздар болады. Уақыт жеткіліктігіне қарай жауап беріледі дәрігер тарапынан. Жұлдыз Өмірзаққызы, сізге де осы сұрақтарды қойғым келіп отыр. Өзіңіз жаңағы бүгінгі таңда бүкіл әйелдер қауымына қажетті дәрігер саласыз ғой, толығырақ жалпы айтқанда. Өзіңіздің салаңыз бойынша сізге қаралушы аналар бүгінгі таңда көбейді ме? Және ондай сүт безіне бүгінгі таңда шалдығып жатқан аналар көп па? Оған не себеп? Соған кішкене тоқтала өтсеңіз. Саламатсыздар ма, қала тұрғындары. Жалпы қазір дүниежүзілік қатерлі ісікті алдын алу айы болып саналады. Жалпы қатерлі ісікті алдын алу туралы мен бір жолата айтып кетейін. Бірінші, яғни Кентау қалалық емханасы бойынша қатерлі ісікті алдын алу мақсатында жылда бізде скринингтік тексеру өтеді. Скринингтік зерттеулер дегеніміз ол белгілі бір нысанадағы топтағы жаңағы сау адамдарды, нысаналы топтағы адамдарды скринингтік тексерулерден өткізу. Яғни ол жерде 0 жастан 17 жасқа дейін балалар бар. Және де қан айналым жүйесі бойынша глаукома, қант диабетін ерте анықтау мақсатында 40 пен 70 жас аралығында
адамдар, осы нысаналы топтағы адамдар келіп тегін тексеруден өткізсек болады. Және де сүт безінің қатерлі ісігін ерте сатыда анықтау мақсатында әйелдер өтеді, яғни ол 40 пенен 70 жас аралығында өтеді. Жатыр мойнының қатерлі ісігін ерте сатыда анықтау мақсатында 40 пенен 70 жас аралығында әйелдер 4 жылда бір өтеді. Және де тоғышек және тігішектің қатерлі ісігін анықтау мақсатында 50 жастан 70 жасқа дейін барлық ер азаматы бар, әйел азаматтар емхана деңгейінде скринингтік зерттеулерден өту керек. Скринингтік зерттеулерден өту дегеніміз ол яғни қатерлі ісікті, қатерсіз ісікті ерте сатыда анықтау дегеніміз. Барлық ауруды ерте сатыда анықтасақ, оның емі де жеңіл әрі оңай болады. Қазіргі таңда сүт безінің қатерлі ісігі бірталай дүниежүзі бойынша, республика бойынша өсуде, бірақ онымен күрес жолдары жүріп жатыр. Онымен күрес жолдары, яғни халыққа түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Өйткені қатерлі ісіктің алғашқы сатысы, бірінші, екінші сатысы науқаста ешқандай бір ауырсыну сезімі белгілері болмайды. Тек үшінші, төртінші сатыға өткенде ғана әйелдер өзінде ісіктің пайда болғанын, көкіректің ұлғаюын, түйіндерді байқап келеді. Ол кезде өкінішке орай біз үшінші, төртінші сатыны қойып жатамыз. Ол емі де қиынырақ болады. Сондықтан біз ерте сатысын ультрадыбыстық зерттеу арқылы, маммографиялық аппарат арқылы емханада ерте сатысын анықтау, осы скринингті біз жүргізіп отырмыз. Және де осындай түсіндірме жұмыстарменен айналысудамыз қазір. Жалпы біздің Кентау қаласында өзіңізге жүгінетін аналар қаншалықты көп немесе аз, соған кішкене тоқталып өтсеңіз? Кентау қаласы бойынша жалпы қатерлі ісікке шалдыққан аналарымыз бірталай, одан 60% қатерсіз ісікке шалдыққан аналарымыз, қыздарымыз, әпкелеріміз бар. Қатерсіз, ол қатерсіз де сүт безінің қатерсіз ісіктері деген де болады. Олар бірақ жеңіл, бір отаменен ары қарай 1-2 курс лечениясымен жазылып жатыр. Ол қазір оң нәтижесін беріп жатыр. Ал қатерлі ісіктермен де әйелдер көп, бірақ жақсы қазіргі емі де Түркістан облысы бойынша қазір онкологиялық орталық бар, сонда жібереміз. Нәтижелері жақсы болып емімен келіп жатыр. Жақсы, рахмет. Бұның көбеюіне не себеп деп ойлайсыз? Негізгі көбеюі экологиялық және де әйелдердің стресс деді ғой, көңіл күйлерінің, жүйке жүйесінің бұзылуына байланысты, дұрыс тамақтанбау, және де өздеріне көбінесе салғырт қарау, яғни уақытылы дәрігерге келмеу болып табылады, көбеюі. Гинекологқа жылына 1 рет келетін болса, дәл солай маммологқа да әйелдер қауымы жылына 1 рет ауырсын, ауырмасын келіп, ультрадыбыстық зерттеуден өтіп, бір көрініп кеткен абзал. Сонымен қатар осы неге баланы жаңағы жасына дейін сүтпен емізу сол жағда әсер етеді? Әрине әсер етеді. Баланы 1,5 жасқа дейін көкірекпен емізу, ол осы аурулардың алдын алудың бірде-бір несі, емі болып табылады. Жақсы, рахмет. Сұрақтар түсіп жатқандар бар ма тікелей эфирде? Жақсы, онда біз әрмен қарай жалғастыра берейік. Гаухар Хайруллақызы, өзіңізге де осындай сұрақ аясында жолдағым келіп отыр. Бүгінгі таңда Кентау қаласында жас аналарға айтар кеңесіңіз бар ма? Саламатсыздар ма, құрметті қала тұрғындары, қала қонақтары. Әрине бізді фертильді бала көтеру жасындағы әйелдерге қазіргі таңда аурушаңдық өте көп. Сол себептен де қазір бүгінгі күн дүниежүзілік обыр ауруына қарсы күн болғандықтан бізде жаңа айтып кетті, онколог, маммолог дәрігерлер жылына 1 рет акушер-гинеколог дәрігеріне тұрақты түрде келіп тұру керек. Ол жерде жаңағы цитологиялық
мазок тапсырып тұру керек. Бұл цитологиялық мазок дегеніміз жаңа онкологиялық аурулардың алдын алу мақсаты. Сонымен қатар жаңа жастарына байланысты 30 жас пен 70 жас аралығында пап тест деген алынады. Ол пап тест дегеніміз бұл жатыр мойны рак алды ауруларының алдын алу мақсатында алынатын жағынды. Бұл пап тесттің алу ерекшеліктер жаңағы бұрын 1950 жылы енгізілген. Бұл негізі пап тест осы рак алды, жатыр мойны рак алды ауруларын анықтау үшін. Осы пап тесттің арқасында жатыр мойны рак ауруларынан әйелдердің өлім көрсеткіші 10 есе төмендегеніне байланысты осы көрсеткішпен жаңа біз пап тест алып болғаннан кейін олардың нәтижесін күтеміз. Бұл бұрын ең бірінші бізге енгізілгенде скрининг бойынша 40 жас пен 45 жас және 60 жас аралығында. Қазіргі таңда рак ауруларының көбеюіне байланысты жас аналарда қазір 30 жастан бастап 30-дан төмен және 30 жастан жоғары әйелдерден 70 жасқа дейінгі әйелдерді алып отырамыз. Әр 4 жылда бір рет осы пап тест жағындысы алынады жатыр мойнынан. Сол себепті жаңа результатын күткеннен кейін, нәтижесін күткеннен кейін олар өзі стадиясына бөлінеді. Дисплазия ауыр дәрежелі және дисплазия жеңіл дәрежелі. Дисплазия ауыр дәрежелісін біз дереу жылдан онкогинеколог дәрігеріне облыстық сонда жібереміз. Сол жерде жаңа видеокальпоскопия деген болады, жатыр мойнын тексеру. Сонымен қатар гистологиялық результатын алғаннан кейін ол жаңағы рак ауру немесе рак ауру деген бізге мәлімет бергеннен кейін ары қарай егерде дәл анық жаңағы гистологиялық тексеруден кейін рак ауруы анықталғаннан кейін сол онкология диспансерде учетқа тұрып сол жерде емделеді. Егерде жаңағы дисплазия жеңіл дәрежесі дедік қой, ол жеңіл дәрежесін жергілікті өзіміздің акушер-гинекологтардың бақылауында болады. Әр 6 ай сайын өзімізге келіп жаңағы пап тест емделгеннен кейін 6 айдан кейін пап тест алынады, видеокальпоскопияға өзімізде түсіріледі. Және сонымен қатар айтып кетейін, осы 2021 жылдан бері бізде Кентау қалалық емханасында видеокальпоскопиялық зерттеу аппараты алынды. Сол себептен де осы рак алды ауруларын ерте анықтауға ол өте бірден бір көмекші құрал ретінде айтып кетейін. Сонымен қатар жаңағы былтырғы көрсеткіштерімізді айта кетейін. 2021 жылы Сауран ауданымен біз қосылып отырдық. Сол кезде 4505 әйелді жоспарлаған. Соның 100%-ынан алынып, соның ішінде дисплазия ауыр дәрежесі 27, дисплазия жеңіл дәрежесі 134 әйел анықталды. Оның ішінде дисплазия ауыр дәрежесінен анықталған 2 әйел болды. Соны ерте сатысында анықтап жаңағы емдеуге жібердік. 2 әйелдің өмірін сақтап қалғанымызға өте бір қуаныштымыз. Өзіңіз атап отырған аппараттың арқасында ғой? Аппараттың арқасында және пап тесттің ерте анықтаудың арқасында осы аурулардың анықтап отырмыз. Ондай жаңағы анықтау жұмыстары жылдың қай уақыттарында жүргізіліп отырады? Жылдың басында. Бүгін ертең осы пап тест келеді деп күтіп отырмыз. Скринингтік жылдары бар, соларды шақырып бізге жаңағы бірінші қабатта әйелдерді көру бөлмесі бар, сол жерде пап тест тапсырып отырады бізге. Бұл бойынша халықты хабарландырып отырасыздар ғой? Хабарландырып, әрине хабарландырып отырылады. Учаскелік медбикелер, жалпы тәжірибелі дәрігерлер сол учаскедегі әйелдерді сол жас ерекшеліктеріне байланысты бізге шақырып сол мазоктар тексеріліп жүргізіліп отыр. Онда осы мүмкіндікті пайдаланып бір хабарландыру ретінде анығырақ түсіндіріп айтып кетіңіз, соған шақырып өздерінің қарануға әйелдер қауымын аналарды. Құрметті біздің қала тұрғындарының қыз келіншектері, ару аналарымыз 2022 жылдың осы 7-ші
ақпаннан бастап әйелдерді көру бөлмесінде бізде пап тест алынады. Соған барлықтарыңызды скрининг тексеруден өтуге сіздерді шақырамыз. Бұл жаңа скрининг тексеру дегеніміз рак алды ауруларының алдын алу болып саналады. Сол үшін барлық қыз-келіншектерді Кентау қалалық емханасына шақырамыз. Жақсы, рахмет. Сұрақтар бар ма түсіп жатқан? Қоятын сұрақтар жоқ. Онда сіздер тарапынан тағы да айтарлық кеңестеріңіз бар ма тұрғындарға? Тұрғындарға айтылатын кеңес, яғни осы қаңтар айына бастап жылдың соңына дейін бізде жаңағы айтып өтті ғой, Гаухар Хайруллаевна, скринингтік зерттеу деп. Тек қана жатыр мойнына байланысты емес, жалпылама скрининг бізде басталды. Яғни 17 жасқа дейінгі балаларда басталды. Ол скринингтік зерттеу 17 жасқа дейінгі балаларда қазір мектеп тарапында медбикемен және біздің арнайы мамандардың мектептерге жаңа жоспар бойынша шығуымен өтіп жатыр. Бүгінгі таңда қазір бірінші мектепте өтіп жатыр қазір скринингтік тексеру. Жалпылама маммографиялық аппаратқа түсу, яғни 40 жастан 70 жас аралығында әйелдерді сүт безінің қатерлі ісігін алдын алу мақсатында 82 жылдан бастап 52 жылға дейінгі әйелдер арасындағы жұп жылдарды біз түсіріп жатырмыз. Түсіріп атқанымызға 1 апта болды. Жылдың соңына дейін белгіленген жоспар бар. Ол жоспардағы әйелдерімізді жалпы тәжірибелі дәрігердің аймақтық медбикесі шақырады. Сол кезде шақырғанда қала тұрғындары ешқандай наразылық тудырмай, шақырған медбикенің айтқан істеп, сол күні келіп түссе дейміз. Және де жаңағы пап тест тапсыру дүйсенбі күннен басталады, 7 ақпаннан бастап. Және де гемокульт тест деген бар. Ол тоқ ішек және тігішектің қатерлі ісігін алдын алу мақсатында берілетін тест. Енді оны күтіп отырмыз. Келгенде тағы да қосымша Facebook парақшасынан хабарлаймыз оны. Жалпы Кентау қала тұрғындарын осы скринингтік тексеруден өтуге шақырамыз. Және де Кентау қаласының Facebook парақшасынан тағы да хабарлама болады. Осы дүниежүзілік қатерлі ісікті алдын алу мақсатында Кентау қалалық емханасында ашық есік күні болады. Ол жерде осы мамандар отырады, және де қосымша арнайы мамандар отырады. Ультрадыбыстық зерттеу аппараты тұрады. Сол жерде біз сақтандырылған және сақтандырылмаған халықты ашық есік күнде қатерлі ісікті алдын алу мақсатында тексерулер өткіземіз. Дүйсенбіден басталады ғой? Жоқ, бір күнді белгілейміз. Ол қосымша бір күнде болады. Қосымша Facebook парақшасынан хабарлама беріледі. Ал жалпылама скрининг өзі бізде басталды. Жақсы. Тағы айтарларыңыз бар ма? Жоқ болса, онда сұрақтарда жоқ екен. Ендеше толыққанды ақпарат алдық деп ойлаймын. Егер де сұрақтар түсіп жатса, емхана тарапынан жауаптар берілетін болады. Ендеше қала тұрғындары дәрігерлердің айтып өткендеріндей өз денсаулықтарыңызға мән беріп, өздеріңіздің денсаулықтарыңызды толықтай тексеруге емханаға барып, жүгініп, осындай ашық есік күнінде өз денсаулықтарыңызға мән берулеріңізге тағы да кеңес береміз. Ендеше барлық ақпаратты берген сіздерге үлкен рахмет, уақыт бөліп келгендеріңізге. Барлық адам ауырмасын, ең бастысы ауырмай, амандықта болайық, сау болыңыздар.